Қысқасын айтқанда, мен бомжбын. Ол күні мен білмеймін қалай күн болған. Себебі менде календарь жоқ болды. Да и вообще менде дым жоқ. Бар болғаны менде тек киім, қалтадағы 20 теңге, және де қыздардың жүректерінің кілті. Оны да мен даладан тауып алдым. Жазды күні кайф қой негізі бомж болған. Хотя жоқ, күн қазір алдыңғы жылдан қарағанда қатты жанып тұр. Қысқы кезде вообще айтпа. Ол кезде бір куртканы тауып алу үшін жүрдік қой қасқа өліп. Жалпы менің әр күнім ерекше сәттерге толы. Не далада ұйықтаймын, не скамейкада жатамын, не балалар менен қашады, не мен менттерден қашамын. Есте кетпес естеліктер ғой. Бүгін менде ерекше көңіл күй. Себебі жаңа ғана мен өзіме мақсат қойдым. Доширакқа ақша жинаймын. А то ешкім болды нормаль тамақ жемегеніме. Все, мен кеттім. Адамдардан донат сұрап бастадым. Қасыма тағы бір бомж отырып алды. Кет бар құры, бұл менің жерім. Ол маған кетпеймін деді. Қазір кетпесең үйге барып мылтығымды әкеліп бетінен түр қалдырмаймын дедім. Мен бомжбын ғой. Қайда үй? Ол маған менде доширак бар деді. Да ну, доспыз ғой да родной. Ол менен кетіп қалды. Окей, көреміз кидалы. Мен ары қарай адамдардан донат сұрай бердім. Адамдар что-то донат лақтырмай тұрды. Оларды срочно бірдеңемен қызықтыруым керек. Мен биледім, фокус көрсеттім, ән салдым. Жинаған ақшаның барлығын санасақ 15 теңге. Фу, ё-моё. Дұрыс ән айтуым керек еді. Мен сол жерден кетіп қалдым. Далада жүріп жатқан кезде бір заброшканы көріп қалдым. Хата. Мен сол заброшкаға кірдім. Мына жер таза екен. Пақ шіркін. Осы жерде тұрамын ау деймін. Бір кезде жаңағы маған доширак бермеген бейшара келді. Ой бейшара. Неғып жүр ол? Қолында доширак болды. Мен одан доширак сұрадым. Ол қарумен тұрды. Ну окей. Ол маған шық деді. Мен шықпаймын деп қаруынан бір теуіп, бетінен бір соғып, аяғына бір атып, ойнайтам құрсын. Бетінен бір соғып, доширагын алып қашып кеттім. Бұл какой-то боевик болды я. Ол ештеңе емес. Мен доширак алғаныма қуанып отырмын. Өмірімнің бір мақсаты орындалды. Енді қалай жесем болады мынаны? Шайнек жоқ қой. Пофиг, былай жей саламын. Главное гастрит болмасам болды. Хотя жоқ, гастрит болмаймын ғой мен. Өйткені менде ол и так та бар. Мен әрі жүрдім, бері жүрдім, отырдым, тұрдым, чет қосылды. Жоқ, бұл GTA емес қой. Сөйтіп жүріп жатқан кезде алдынан стильно киініп алған бір адам шықты. Тұршы былай, стоп, бұл менің досым ғой. Бекзат? Бомж? Мен ғой Нұрболат. Қоя, неғып жүрсің? Сол бая шаруалармен. Екеуміз біраз әңгімелестірім. Ол маған ақша беріп, сасымай жүрш, өзіңе одеколон мен рултын алшы деді. Рахмет! Ешек, әлі есіп бермейді. Тупой, бері ақ, бля. Қысқасын айтқанда, мен бомжбын.